Аңыздың ақыры. Бірінші бөлім. Қызыл алма. Ат тұяғынан құм сауырын ойып түскен дөңгелек шұңқыр ілезде қайта толады. Алдындағы оқ бойы озық өңшең құла ат мінген күзет сарбаздарынан тау-тау шаңғылдың беткейінде шашырап қалып жатқан көп із көзді ашып жұмғанша ғайып болады. Сусыма құм баянсыздықтың тылсым құдіретін танытқысы келгендей, құп-қу жүзіне жолап кеткен сәл таңбаны жалмап жұтып жатыр. Әмірші ұлы шөлге келгелі бері оппа құмның осы бір обыр мінезінен назарын қанша алып қашса да құтыла алмай-ақ қойды. Сарала күйменің ішінде сусылдақ құмаққа шашасын қаптырып, малтыға жорғалап келе жатқан көп аттың тұншыға шыққан жапатармағай дүсірін тыңдай-тыңдай мез боп кетіп, тұсындағы селдір пердені сырып, сыртқа қаратта көзіне ылғи сол түседі. Шаңылтақ көктем. Қыста қар көріп, жарымаған жабырқаңқы шөл көзіңді қажытады. Жүзгенмен сексеуіл әлі бір жарымапты. Сояу қалпы. Төңірек түгел мүлгіп тұр. Деңкейген шағылдар да, тырбық құм бұталарда ғұмыры қыбыр қимыл көрмегендей жер тістеп жатып алыпты. Тасбақаның дауылы басылған таяуда ғана емес пе еді? 5 күн бойы қарсы алдынан тандырдың деміндей бет шарпыған қызыл жел ұрғанда тұрған. Әлдеқандай долы дүлей қара жерді тас-талқанын шығарып, күл ғып уатып, сосын бір алапат табаққа салып ап, елеп, кебегін желпіп ұшырып жатқандай, жер мен кек түгел шаңға айналып кеткенді. Қара құрым қалың қол бірін-бірі көре алмай, кеуделерінен төмпештей ұрғылап кері итеріп баққан қызыл желді бетке ұстап әлбегенде отырған. Күллі дүние түлен түйгендей тулап шыға келгенді. Аспан қайда, жер қайда, ешкім ажырата алмастай. Құлақ сарыстып, ұлып тұрған жел, күллі кеңістікті бір өзі иемденіп, асыр салып, ойнақтап жүрген шаң тозаң. Енді дүние қайта орнына келместей, сол бір шаң тозаңға айналған қалпы бір жола күллі көкке ұшатындай. Әумесер жел бұл мініп келе жатқан сары күйменде жер бетінен ұшылып ап, төбесінде бедірейіп жатып алған сұп-сұр кеңістіктің әлдебір тұңғиығына жітіріп жібергісі келгендей, екілене жұлқылайды. Аттар әбден титықтап болдырды. Жұрт көздеріне құм құйылып, желге қарай жүре алмай, ит зықылар шықты. Сонда да шеруді кідіртпегенді. Тоқтағанда да қара құрым қалың қол тырдай жалаңаш тұлдыр шөлде ықтасын таба ала ма? Қайта тентек жел күймелер мен жүктерді құла түзге бет-бетіне қуып әкетуі де мүмкін. Шөлдің есірік дауылы талай-талай керуендерді құм астына көміп те кеткен. Бұрын тасбақаның дауылы мен қазанның кірісінде жолға шықпаушы еді. Осы жолы елге қалайда көктем басында оралам деп амалсыз ұрынып отыр. Бірақ әлдекімнің қарсылығын көрсе, бұрынғысынан бетер қарсып бағатын әдетіне басып, әбден тістеніп алды. Дүниені көктемде бір дүрліктіретін жел күшті ме, жоқ қаласа жарық жалғанның астына үстінен келтіретін бұл күшті ме? Дегенмен найзаңа ілікпейтін, қылышын кеспейтін мына жел деген пәленің осынша жын ойнағына зығырданы қайнап та келеді. Сонда да тоқтаймыз ба, қайтеміз дегендей сары күймені айнала соқтап, қайта-қайта келе берген қол басыларына еш шырай танытпағанды. Сырттағы ышқына олып тұрған желді көрмеген, естімеген кісіше сұп-сұр боп қатқанда қалған. 5 қонақтың 5 күн өткен соң дүние жынынан айырылған бақсыдай жым-жырт бола қалды. Жер беті айғыз-айғыз жарылып кетіпті. Жарықтың арасынан шықса керек, мына жерде де, ана жерде де теңкейіп тасбақалар жатыр. Кейбіреулерін жел аударып тастапты. 4 аяқ көктен кеп үйелеп қапты. Дауыл басылған күйі 5 науа құмға іліккенді. Астынан әлдекім алып, дәулердің сүйегін қазып алғандай, шағылдардың бүйірлері опырайып көрінеді. Сусылдақ сұп-сұр құмға мал тұқымын келе жатқандарына да әлденеше күн өтті. Кеше желден шаршаса, енді міне мелшиген меңіреу тыныштық қажытып келеді. Мынау қимыл қыбырсыз, сыбыс сыбдырсыз,
кеңістікте мен де тоқтап қалармын деп қорыққандай кеуде тұсында жұдырықтай бірдеңе еміс бұлқынады. Жолдарына дөңкиіп кес-кестей құлаған жал-жал шағылдардың қай-қайсысына да жеткенше асыққанмен, қарақат-қақтың сынайы әлі білінбейді. Көз жетер жердің бәрі әжім-әжім құм. Жаяу борасынан сақина боп шимайланып қалған олпа құмақтағы әлдебір сиқыр жазып кеткен жұмбақ дұғалықтай көп шиыр, қанша телміргеніңмен ой сергітерден шам танытпайды. Қайта көңіліңе тіршілік дегеннің өзі де құм бетіндегі осы бір мән мағынасыз құр шимайдай мынау ұлан асыр сұрқай кеңістіктегі бүгін бар, ертең жоғалып кететін өткінші бедер ғана емес пе екен деген күдік қашырғандай. Күні кеше ғана асырды салып, ақырында мысық ұрып, өз-өзінен тыныш тапқан көктемнің әумесер дауылындай о да қанша аласұрып баққанмен, уақыт дейтін сусыма құм бәрібір із-түзін қалдыртпай, түп-түгел өшіріп жіберетіндей.